ОБТ-да биология таңдап жатқан барлық Қазақстан оқушыларына сәлем. Наконец-то Малика апай өзінің YouTube каналындағы 2023-2024 жылғы маусымды ашық деп жариялайды. Алдағы уақытта мен сендерге биологияны жеңіл оқуға көмектесетін көптеген видеоларды, тест талдауларды дайындап қойдым. Ал бүгін болса мен сендерге биологияда қандай мамандықтар бар дейтін видеомен келіп отырмын. Так как жаңа оқу жылы басталды, сендердің А нүктелерін мамандық таңдаудан басталады. Яғни кез келген ОБТ тапсыратын бала бірінші пән таңдамайды, а мамандық таңдайды. Сол мамандыққа қатысты ОБТ-дағы пәндерінің комбинациясын құрастырады. Ендеше егер де сендер биология қызығып отсаңдар, мен сендерге бүгін биологиядағы мамандықтар жайында айтып беремін. Ал мені бүгін осы видеода бірінші рет көріп жатқан оқушыларға тағы да бір рет сәлем. Менің есімім Малика, және де мен биологиядан дайындайтын репетитормын. Өзімнің өте үлкен пробио дейтін онлайн биологияны ғана оқытатын мектебім бар. Мұғалімдік опытымда уже 4000-нан астам оқушыны оқытып, олардың 86% грант иегері атанды. Даже 3 рет стоматологиядан грант ұтып алған оқушылар бар. Биологияны уже 10 жылдан бері оқып келе жатырмын. И адамдардың бәріне айтамын, что менің талантым ол биология. Ал ұстанымым болса, түсінбейтін оқушы жоқ, түсіндіре алмайтын мұғалім бар. Ендеше амандасу процедурасын бітірсек, давайте видеомыздың тақырыбына көшейік. Бүгінгі видеода мен сендерге биологиядағы мамандықтың түрлері жайында айтып беремін. Мен бұл видеода нені айтпаймын? Осы мамандықтар бойынша грант балы қандай, шеткі ОБТ балы жайында айтпаймын. Өйткені ол жыл сайын конкурсқа байланысты, конкуренцияға байланысты. Жыл сайын ОБТ-да биология неше бала таңдады, ғылым білім министрлігі неше грант бөлді, соған байланысты ол жылда өзгереді. Біз оны былайша айтқанда болжап айта алмаймыз. Одан кейін барып мамандықтар бойынша неше жыл оқиды, университеттің түрлері қандай, айлық ақысы қандай дегенді мен осы видеода айтпаймын. Өйткені егер де айтатын болсам, мына видео 3 сағаттан асып кетеді. Сондықтан да мен сендерді шабыттандыру үшін бүгін биологиядағы мамандықтың түрлері жайында айтамын. Ендеше кеттік. Мамандықты таңдаған кезде біз естественно соның таңдау пәндерін аламыз. Мысалға, осындай таңдау пәндерді именно биология қатысты таңдайтын оқушылар бізде 3 түрлі категорияға бөлінеді. Бірінші категорияның оқушысы ата-анасы қинап таңдатқан. Бізді неге бір дәрігер керек, бұл серьезный мамандық, жоқ мама мен блогер болғым келеді, жоқ мен дизайнер болғым келеді, жоқ жарамайды саған, өлмейтін мамандық ол дәрігер мен мұғалім, бізді емдейтін укол салатын адам керек, сондықтан боласың, ничего не знаю, оқуын ақшасын төлейміз дейтін адамдар болады. Бұл жаман емес. Екінші категория ол биологияны оңай деп ойлайтын, физика және басқа математика пәндеріне жарамайтын оқушылар, но биологияның 2 сабағын оқып біткеннен кейін олардың ойлары 180 градусқа өзгереді. Өйткені биология өте үлкен теориядан тұратын пән. Үшінші оқушының категориясы мамандық таңдамаған, әйтеуір биологияда гранттар көп қой деп грантқа түссем болды, без разницы қандай мамандық деп таңдайтын оқушылар болды. Комментарийға жаза кетіңдер, сендер қай оқушының категориясына жатасыңдар. Давайте мен сендерге личный комментарийда ответ қайтарамын, сөйтіп біз сендермен сырласамыз. Қандай оқушының категориясына жатпасаңдар да, қазір сендер мысалы 16-17 жастағы уже бос жігіт, бой жетіп қалған қызсыңдар. Давайте бір сұраққа жауап береміз. Біз жалпы мамандықты не үшін таңдаймыз? Былайша айтқан кезде адам ол социумда өмір сүретін былайша айтқанда жануар. Біз осы социум, халықтың, әлеуметтің ішінде өмір сүріп үйреніп қалғанбыз. И мамандық біздің болашақ істейтін жұмысымыз. Кейін сендер үлкейген кезде, вот мен қазір үлкенмін ғой, сендер тек қана мектепте оқисыңдар. Мамандық сендердің істейтін жұмыстарын өмірлерінің 70% уақытын алатын болады. Вот сендер өздерін жақсы көретін адамдармен, ата-аналармен, балаларына қарағанда, мысалға жұмыстарында өте көп уақыттарыңды өткізесіңдер. Күнде, аптасына 6 күн, 5 күн, соны қатты уайымдайсыңдар, соған энергияларын көп салатын боласыңдар. Сол себептен егер де сендер өздеріне ұнайтын мамандық таппасаңдар, сендер өмірді мән таппайсыңдар. Өйткені адам айналысатын ісінен мән іздейді. Адам тек қана басқа бір адамға пайдалы болғанда ғана өмірдің краскаларын сезіне бастайды, өзін бақытты сезіне бастайды. Сол себептен мысалға қаншама Қазақстандағы статистика бойынша университетті бітірген 100% студенттердің тек қана 5% ғана дипломмен жұмыс жасайды екен, қалғандары өз дипломмен жұмыс жасамайды. Неге? Өйткені олар одан мән көрмейді біріншіден, екіншіден олар бақытты болмайды. Сондықтан да, пожалуйста, адамға өмір бір-ақ рет беріледі.
біз әр секунд сайын таңдау жасаймыз. Мысалға сен қазір ютубты ашқан кезде қай видеоны көрсем екен, мына видеоны ма деген сияқты таңдау жасадың. Бүгін таңертең тұрған кезде қандай киімді кисем деп таңдау жасадың. Сондықтан да хоть кішкене сенің қолында таңдау жасайтын билік бар. Яғни сен осознанный адам ретінде мен реально дайындалып осы маманы естіп болғым келеді, мен осыны зерттегім келеді деген тәрізді таңдау жасасан болады. Сенің атанан, апатан, әжең саған точно қарсы болмайды, егер де сен уверенный болсан. Так что біз өмірге жалғыз болып келеміз, жалғыз болып кетеміз. Осы какой-то бір периодтардың ішінде біз садикке барамыз, мектепке барамыз, и мынандай периодта біз не істейміз? Жұмыс істейміз. Сондықтан да қазір уже үлкен өмір басталып келе жатыр. Бұл жауапкершілікті ата-анаға, мектептің директорына, мектептегі биология пәні мұғаліміне, достарына, қоғамға итерудің қажет жоқ. Бұл сенің өмірің, и сен осыған жауапкершілікпен қарап, өзің мамандық таңдау керексің. Әрине 16-17 жаста өмір бақи не затпен айналысамын, бұл шешімді маған қабылдау өте қатты қиын деп ойлаулары мүмкін. Мен сендерді түсінемін, өйткені мен де осы заттан өттім. Кейін университетке түскен кезде, жұмыс істеген кезде сендердің ойларың сан рет өзгереді. И қазір таңдау жасаудан, кейін қателесуден мүлде қорықпаңдар. Өйткені сендер саналы адам ретінде всегда өздерінің шешімдерін өзгерте аласыңдар. Кез келген қазіргі заманда онлайн дамып кеткен заманда любой мамандықты оқып кете аласыңдар. Даже 60-қа келсін де, 40-қа келсін де, 50-ге келсін де өзінің өмірінде ұнамайтын іске жұмсаудың қажеті жоқ, балапандар. Так что қазір егер де уверен болмасаңдар, но сендерге бұл қызық болатын болса, то таңдай беріңдер. Кейін ұнамай қалса, ауыстыра саласыңдар. Өйткені бізге ата-анамыз айтады ғой, қорқытып осы мамандық жайында, универ жайында, грант жайында, я. Но бізге қазіргі заманда вот 2023 жылы мен қазір осыны түсіріп жатырмын қыркүйек айында, я. Мүлде қорқудан қажет жоқ. Қазір адамдар шетелден шетелге оқуға барады, тұруға барады. Қазір ақша табу, қаражат табу, білімді болсан өте оңай. Так что таңдау жасаудан еш қорықпаңдар. Бірақ та мамандықты таңдап алғаннан кейін сендерге тағы да бір совет, асықпаңдар деген затты айтқым келетін еді. Өйткені қазір 10-11 сыныпта тұрып алып, мамандық таңдағанда зарплатасы қандай, қалай карьерный лестницамен көтеруге болады, өз клиникамды ашып алсам, өзім мектебімді ашып алсам деп ойлайды. Камон, сен қазір осы жақта әлі ұбт тапсырып біткен жоқсың. Өзің 16-17 жастасың, я, бәлкім біреу даже 15 жаста. И ана бір 15-20 жылдан кейінгі өзің өміріңді ойлап жатсың. Олай болмайды. Мысалға қазір осы мамандықты таңдап, кейін оның оқуында әлі оқу бар ғой, әлі ұбытысы бар, дайындығы бар, ұйқысыз түндері бар. Ол стрессті өткізбей, универге оқуға түспей, кейін карьернесін өткен кезде, сен қиындықты сезінген кезде, сенде разочарование болады, да? Сосын қолыңды бір сілтейсің да, бір шаққаған кезде өзің арманына тастап кету мүмкін. Так что, пожалуйста, алдағы болашақты ойламастан бұрын, яғни мен қазір 16 жастамын, қалай бай болсам болады емес, ал келесі қадамдарын ойлаңдар. Мысалға сендер буквально қазір міне мамандық таңдадыңдар делік, я. Потом қандай мұғаліммен дайындаламын, қалай оқу жоспарын құрамын, так, қаңтар айындағы ұбытын тапсырамын, март айындағы ұбытын тапсырамын, грант ұбытын тапсырамын, универге құжат өткіземін деген сияқты последовательно, шаг за шагом, степ бай степ дейді ғой, сол сияқты сендер ойлану керексіңдер. Қазір мына адреналинге тойып алып, өздерінің болашақ өмірлерінде асығыстықпен құрастырмаңдар, өйткені ожидание реальность болып, сендерде разочарование болады. Сонымен, бірінші очередте жаңа оқу жылына көшкен кезде қандай маман иесі болғым келеді деген таңдау керексіңдер. YouTube, Яндекс, Instagram, TikTok, Google, сендердің қолдарында көздерін ешкім байлап қойған жоқ. Өздерің примерно қандай мама несі болғыларың келеді, сол жайында көп информацияны іздеңдер, қараңдар, миларына, кругозорларында кеңейтіңдер. Одан кейін барып, сол мамандыққа таңдадыңдар ғой, таңдау пәндерін алдыңдар, и ұбт-дан максимум балл жинау үшін маған не істеу керек деген сұрақты қойыңдар. Мына жақта көп оқушылар қатты қателеседі. Мен 4 оқушыны оқыттым, уже 10 жылдан бері биологияны оқып келе жатырмын, и көп оқушылар былай қателеседі, я их всех уже знаю. Так, ана грантқа түсу үшін шеткі балғандай, мына универде шеткі балғандай, айналайын, не информация ол? Ол сенің миына ми қосып берді. 1 грамм болса да, 1 сөйлем болса да саған теорияны қосып берді ма? Егер де саған 140 балл дейді, максимум балды берсе, сен сол 140 балды алу үшін не істеуім керек дейсің. Яғни сен мысалға мынандай цельге түскің келсе, сен хотя бы былай оның жанына түсесің. Мынаяқтағы мынандай атып жатқан садақтар тәрізді, хотя бы соның жанына түсетін болсын. Ешқашанда өздерінің деңгейлерін шектемеңдер. Маған 100 балл жетеді, маған
118 балл жетеді деген сияқты. 140 па, 140-қа жету үшін не істеуім керек? Мүмкін ғой, оны алған адамдар бар, грантқа түскен, стоматология грантқа түскен, общий медицина, тағы да басқа да мамандыққа грантқа түскен адамдар бар. Так что оны сондай грантқа түсу үшін максимум балл жинау үшін маған не істеу керек дейтін жоспарды құру керексіңдер, немесе біреу сендерге соны құрып беру керек. Мұғалім, например. Одан кейін бар, дәл қазіргі кезде өз-өздеріне қай деңгейде тұрғандарını мойындап жоспар құру. Бізде мысалға көбінесе мектепте оқыған кезде оқушылар көп грамота алады, біреулер алтын белгі болуы мүмкін, біреулер красный болуы мүмкін, 5-ке 4-ке оқуы мүмкін, но биология пәнінің мұғалімдері оларға өтірік баға қою мүмкін. Бұл бүкіл жерде болатын нәрсе, так что мойындаңдар, егер де сендер биологияда мысалға или тарихтан 0 болсыңдар, мен 0-мын деп мойындаңдар. Жоқ, мен жақсы оқимын ғой, мен тобымның бетке ұстар оқушысымын деген өздеріне иллюзияны жабудың қажет жоқ. 0-сың ба, 0-мын деп мойындау керек. Плюсқа шығу үшін, максимум балға жету үшін не істеуім керек деген сияқты жоспарды құрасыңдар. В общем, мамандық таңдай салу, ұбт-да таңдау пәндерін ала салу ол оңай емес. Бүкіл жерде стандартты бір ұбт, бір кітап, мектептің кітаптары, бір мұғалім. Бірақ одан шығатын оқушылар ең соңында біреу нәтижеге жетеді, біреуге нәтижеге жетпейді. Өйткені көбісі басын дұрыс бастамайды. Ал мен сендерге беретін советті ұстаныңдар. Бүкіл менің ақыл сөздерімді ақылымды тыңдап болсыңдар. Ендеше ең басты осы видеоның тақырыбы биологиядағы мамандықтар жайында сөйлесек. Биологиядағы мамандықтарды 3 өте үлкен категорияға бөлеміз. Ол медицинаға қатысты мамандықтар, яғни дәрігерлікке, адамды емдеу, педагогика, баланы оқытумен қатысты біздегі мамандықтар, және де ғылымға қатысты мамандықтар. Яғни биологиядағы мамандықтарды 3 өте үлкен топқа бөлеміз. Ендеше, алдымен медицинадағы мамандықтар жайында сөйлесейік, так как биологиядағы ең популярный и атақты 96% оқушылар осы пәнді таңдау себебі олар жалпы медицинаға, грантқа түскісі келеді. Көп оқушылар білмейді екен, оказывается, медицинский оқуға түсу үшін сендердің бейіндік пәндерін химия және де биология болу керек. Кстати, өте жақсы жаңалықтар бар, бәлкім бір естіді, естімеді. Тест-центр Руслан ағай таңдау пәндері осы жылдан бастап 50 балл болатын ескертті. Яғни 140 балдың 100 балы таңдау пәндеріне беріледі, оның ішінде 50 балы биологияныкі. Ойландаршы, бұл өте күшті мүмкіндік. Бұл жаңалық естіген кезде көп оқушылар деп паникаға түсті да, мен түсінбеймін. Несіне паникаға түсіп жатсың? Сен онсыз да өте көп внимание болашақта бөлетін, көп еңбегіңді салатын пән, саған көп балл алып келеді. Жақсы емес па деген тәрізді. Сондықтан да таңдау пәндеріне ерекше көңіл бөлетін болсақ, кейін университетте бізге тоже жеңіл болады. И давайте. Енді қараңдар, медицинадағы мамандықтар деген кезде көп оқушылардың ойларына терапевт, хирург, акушер-гинеколог, эндокринолог деген сияқты түседі. Но мен сендерге айтайын балапандар, медицинада бізде 71 түрлі мамандық бар. Мен просто кішкене ақырын жүріп өтейін, мына слайдтарды естішті өздеріне скриншот жасап алсыңдар болады, тоқтатып. Медицинада тағы да қайталап айтамын, 71 түрлі мамандық бар. Тек қана терапевт немесе ауырған кезде барып қаралатын дәрігер деген сияқты емес. 71 түрлі мамандық бар. Представляете, мен Google-да отырып осының барлығын іздедім, менің ойымша бәлкім 100-ден асады. Өйткені қазіргі таңда бізде сен қаншалықты узкий специалистсің, яғни тек қана белгілі бір саламен ғана жұмыс істеген сайын саған көп ақша төленеді. Сен сол салада өте күшті маман боласың, яғни сол саланың профессоры болып кетесің. Мысалға, егер де адамда белгілі бір өте күрделі ауру болса да, мысалға миындағы какой-то бір тамырда ісік пайда болды делік, ол общий хирургқа бара ма или соны емдейтін нейрохирургқа бара ма? Әрине ол нейрохирургқа барады. Яғни медицинадағы қазіргі мамандықтар и жалпы бүкіл саладағы мамандықтар қазір узкий профильге көшіп жатыр. Кім бір саланы точечно до безумия, до профессионализма зерттейді, сол адам бағалы болады, сол адам білімді болады. Өйткені ол не істейді? Проблеманы точно шеше алады. Ол диагнозды точно қоя алады. Сондықтан да медицинаға кейін сендер оқып бітірген кезде общий медицинаны өздерінің салаларын дальше таңдап, интернатура, резидентура деген сияқты оқып кетесіңдер. И қазірден бастап қай салаға примерно барғыларың келетінін көздей берсеңдер болады. Мен тағы да жүріп өтемін ол список бойынша. Мен мына жақта көбісі біле бермейтін бірнеше мамандықтан да балдым, и сол жайында сендерге айтқым келіп тұр. И оның бірінші мамандығы бізде гематолог. Гематолог от слова гемоглобин. Гемоглобин дегеніміз не? Қанның құрамындағы нәруыз оттекті таситын. Знаешь, гематолог дейтініміз ол қан мен
қан түсетін органдардың ауруларын емдеуге маманданған дәрігер екен. Представляете, қанға қатысты бөлек дәрігер бар. Егер де біреу білмесе, екіда мен осы жайында мәлімет іздедім. Оказывается, Қазақстанда гематологтардың саны прям дефицит екен. Прям гематологтар Қазақстанда жетіспей жатыр екен. Енді қараңдар, қанға қатысты қандай аурулар болуы мүмкін? Анемияның өте көптеген түрлері бар. Хроническая анемия, тағы да бір анемия, орақ анемиясы дейтін тәрізді. Қан түсетін органдардың аурулар қан қаяқтан түседі? Сүйектің қызыл кемігінен, яғни костный мозг дейтін бар ғой, сендер жіліктің жүйесінде ғой, жіліктің ішінде, енді қазақтың балдарысыңдар ғой, сүйектің ішіндегі мынандай түтікше тәрізді сүйектердің ішіне түзіледі. Ол жақта рак пайда болуы мүмкін, лейкемия пайда болуы мүмкін, Фанкони дейтін сияқты аурулар пайда болуы мүмкін. И солардың барлығын емдеп зерттейтін дәрігер. Лично мен өзімнің анам өте қатты анемия болған кезде біз Алматыдан реально жақсы гематологты әрең іздеп таптық. Так вот, қараңдар, егер де сендер гематологияны таңдайтын болсаңдар, сендер чисто қанмен, чисто лабораториямен, адамның анализдерімен жұмыс жасайтын боласыңдар. И сендердің точный диагноздармен жазып берген емдердің арқасында көптеген ауру адамдар аман қалатын болады. Екінші өте қызық осы медицинадағы саланың бірі ол комбустиолог. Комбустиологтың басқаша атауы ожоговый хирург. Күйіктен және үсіктен, аяз болғанда үсік болады ғой, зардап шеккен терінің тұтастығы мен қызметін қалпына келтіретін дәрігер. Тері адам денесіндегі ең үлкен орган, оның көлемі 1,5-2 метр квадратты құрайды. Тері арқылы біз осы әлеммен бірінші контакты жасаймыз, былайша айтқанда сипап сезу арқылы да. Ойлаңдаршы, қазір менің термем или сендердің терілерің бір зат болып қалса, біз атмосферада 1 секундта дұрыс отыра алмайтын едік. Ал жылда, күнде әртүрлі химиялық заттардан күйік шалатын адамдар, пожарлардан күйік шалатын адамдар, жас балалар, әйелдер, олардың күйіктерін емдейтін, өмірлерін қалпына алып келетін адамдар болады екен. Өйткені кішкентай бала өте жас шағында күйік алып қалса, оның денесінің өсуіне ол мешат етеді. Дальше осы терілердің трансплантациясын жасап, соның барлығын істейтін дәрігерлер болады. Ойлаңдар, соны комбустиолог деп атайды. Лично маған үшінші өте қызық болып көрінген медицина саласы ол неонатолог. Неоналит, нео деген тәрізде, ол бізде жаңа дейтін мағына білдіреді. Получается, неонатолог жаңа туған нәрестені туған күнінен бастап өмірінің 28-ші күніне дейін тексеретін және бақылайтын дәрігер. Ойлашы, сен өзіңнің дәрігерлік профессияңда тек қана 0 күннен бастап пациентпен 28 күнге дейін ғана жұмыс жасайсың, яғни 4 аптасынан жұмыс жасайсың. Яғни акушерлер роддомда жүктілікті қабылдағаннан кейін бала туылады ғой, сразу келеді, неонатолог келіп, ешқандай патологиясы жоқ па, ешқандай жаңағы кемістік жоқ па, сердцебиение, жүрегін соғысқандай, қалай демалып тұр деген тәрізді сол заттың бәрін қарайды. И сол 28 күн ішінде ауырып қалса, операция қажет болатын болса, соның барлығын бізде неонатолог жүргізеді екен. Келесі маған қызық болып табылған дәрігерліктің саласы ол патологоанатом. Давайте мен ережесін оқып беремін сендерге алдымен. Патологиялық анатомия саласындағы маман. Адам ағзасының анатомиясының қалыпты құрылымы негізінде патологиялық барлық түрлерін анықтаумен айналысады дейді. Яғни патология дегеніміз ол бұзылу деген сөз. Неден бұзылды? Яғни кәдімгі анатомия болатын болса, потом патологиялық патанатомия дейтін болады. Универде оқисыңдар оны. Яғни қалыпты жағдай бұзылған кезде жағдай дегенді оқисыңдар. Яғни патологоанатом, жалпақ тілмен айтқанда, моргке қайтыс болып түскен адамдардың денесімен, олардың ұлпаларымен, жасушаларымен жұмыс жасап, қай уақытта, қашан, неден уланды, неден қайтыс болды дейтін диагнозды қоятын адам. Яғни дәрігерлер адамның өмірінде диагноз қояды, и одан кейін өлгеннен кейін де диагноз қояды. Өйткені ол неден өлді дейтін затты анықтау ғылымға да, ол қайтыс болған кісінің туыстарда да и қылмыстық іске де өте қатты маңызды. Былайша айтқан кезде патологоанатом болып жұмыс істейтін адамдар өте күшті гистологияны и цитологияны білетін болады. Былайша айтқан кезде жасушалық және ұлпалық деңгейде адам организмінде бүкіл органикалық заттардың ізі сақталады. И представляете, патологоанатом соның бәрін оқитындағыны и бәрін айтып береді. Келесі, ол бізде пульмонолог. Бронхтардың, өкпенің, көмейдің және тыныс алу жүйесінің басқа мүшелерінің патологиясын диагностикалау және емдеумен айналысатын дәрігер. Яғни төменгі тыныс алу мүшелерінің барлығының ауруларын диагностикаларымен айналысатын дәрігер. 2020 жылы ковид болған кезде бұл дәрігерлер прям дефицит болды, и болашақта да дефицит бола береді, потому что Алматыда ауа лас, бүкіл жерде ауа лас, ковидтен кейін адамдардың иммунитеті әлі қалпына келген жоқ. Вот, тек қана өкпемен жұмыс жасайды, бронхтармен и тыныс алу жүйесіне қатысты аурулармен жұмыс жасайтын дәрігерді пульмонолог деп атайды. Келесі дәрігердің түрі ол бізде трансплантолог. Тіндермен, яғни ұлпалар әртүрлі,
мүшелерді трансплантациялау, жасанды мүшелермен операциялар жасау саласында жұмыс істейтін хирург дейді. Бұл саланың дамығаны уже 100 жылдан астам уақыт өтіп кетті, бірақ қаншама адам өзіне екінші өмір алды. Осындай трансплантацияның, донорлардың арқасында дәрігерлер медицинада қандай прорыв жасады. Бір адамның мүшесін екінші адамға салу дейтін, ол не деген медицинаның озық технологиялар. Қазіргі заманда вообще 3D органический принтер деген бар, ешчо білмесіңдер. Кейбір тамырларды, кейбір мүшелерді кәдімгідей принтерда печатать етеді. Яғни әртүрлі органикалық бағаналы жасушалар деген болады. Соның фук дейді, мүшелер түседі, но оның барлығы, енді скоро 30-20 жылда дамитын шығар. И сонда мүшелердің трансплантациясымен айналысады. Өте керемет мамандық. Неге екенін білмеймін, кәдімгі біздің қарапайым оқушылар осы мамандық жайында көп біле бермейді. Ең соңғы осы списокта маған қызық болып табылған мамандық, ол бізде фониатр. Фониатр дауыстың зардап шегетін патологияларын диагностикалау және емдеу мәселелерін зерттейді. Енді қараңдар, мына бір суретте мысалға адамның көмейі беріліп тұр. Әртүрлі жағдайлармен адамдар өздерінің дауысын жоғалтып алуы мүмкін, я. Кейде бір қатты бір зат айғайлап қойғанда, белгілі бір химиялық зат ішіп қойғанда, пожардан, соққыдан, авариядан, или там, скажем так, сәтсіз операциялардан дейтін тәрізді. И точно тек қана адамның дауысын жөндеумен айналысатын дәрігерді бізде фониатр деп атайды екен. Сонымен балапандар, кстати, я мен оқушыларды балапандар деп айтам, үйрене беріңдер. Мен сендерге осы 71 мамандықтың ішінде жетеуін айтып беріппін. Кстати, маған қызық болып көрінген, көп оқушылар біле бермейтін. Қалған сендерге қызық болып көрінген салаларды медицинада Google'дан, YouTube'дан қосымша информация ретінде іздесеңдер болады. Ешқашанда бір затқа қызығушылық танытсаңдар, или болса бір затты таңдасаңдар, бір мамандықты, бір мұғалімді, сол жайында көп информация іздеуден вообще шаршамаңдар. Сол арқылы сендер миларына достаточно выбор жасауға мүмкіндік бересіңдер. Ал егер сендер медицинаға дополнительно өздерінің қызығушылықтарын арттырғыларың келсе, мен осы сериалдарды бос уақыттарында қарауды ұсынамын. Күніне бір сериядан. Ол бізде «Хороший доктор» дейтін американский сериал, 6 сезоннан тұрады. И «Доктор Ким. Учитель романтик» дейтін дорама корейский 3 сезоннан тұрады. Лично өзім осылардың бәрін көріп кеткем. Кейде мұғалімдікті тастап, дәрігер болғым келіп кетеді. Вот. И тағы да менің советім, пожалуйста, асықпаңдар, аптықпаңдар, выгоранияға түспеңдер. Шаг за шагом өздерінің армандарыңды орындау үшін жоспар құруды ұмытпаңдар. Сендер қазір бір жердің нейрохирургы, бір жақтың комбусиологы бола алмайсыңдар. Никак, оған әлі 10 жылдар керек. Сол арманға жету үшін сендерге көп еңбектену керек болады. Келесі мамандықтардың тізімі ол бізде мұғалімдікке, яғни педагогика қатысты болмақ. Бізде педагог болу үшін биохим таңдауға болады пәндер бойынша, және биогео таңдау болады. Егер сендер биохим таңдайтын болсыңдар, сендер химия пәні мұғалім болсаңдар болады, және де биология пәні мұғалім болсаңдар болады. Егер биогео таңдайтын болсаңдар, сендер бастауыш сыныптың мұғалім болсаңдар болады. 1-ші сыныптан бастап 4-ші сыныпқа дейін оқушыларды оқытатын, 4 жыл бойы бір класспен жүретін, және де тәрбиеші болсаңдар болады, мысалға садикте немесе кейбір интернаттарда мектепке дейінгі тәрбиесі, одан кейін барып педагогика, психологияны таңдасаңдар болады. Педагогика, психология бізде мысалға колледждерде немесе мектептерде балалардың тәрбие ісі жөніндегі обычно заучтар болады. Яғни балаларды тәрбиеге шақырушы біз мынандай ашық сабақ ұйымдастыруымыз керек, мынандай жұмыс жасауымыз керек деп жүреді. Яғни ол белгілі бір заттан сабақ бермейді, как химик или биолог тәрізді. Осындай тәрбие жұмыстарымен айналысады. Осы жақта мен бір күшті цитатаны қосқым келіп тұр. Ол бізде Уильям Уорд дейтін ағылшын ағартушысы, тоже өте атақты ағартушы, как біздегі Ыбырай Алтынсарин деген тәрізді. И ол кісінің бір қанатты сөзі маған ұнап қалды. Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Енді, когда мен осы сөздерді оқыдым, мен өзімнің көз алдымнан мектептегі, университеттегі жолыққа мұғалімдер елестеп шықты. Реально, біреу маған просто информация айтты, біреу маған көрсетті, біреу болса мені осы жолға түсуге шабыттандырды. И қараңдар, когда сендер мұғалімдік жолды таңдайсыңдар, егер сендерге ата-аналарын қойған мұғалімдердің зарплатасы өте көп, отпускной аласың, 8 март сайын гүл аласың, ата-аналардан подарок аласың десе, бұның барлығы иллюзия. Өйткені сендер бұл мамандыққа келіп, зарплата үшін келетін болсаңдар, то бұл жақта сендер ұзақ тұрақтай алмайсыңдар. Бағанағы сияқты өмірлердің мәндер болмайды, сендер бақытсыз боласыңдар, и керемет жастық шақтарында өткізіп аласыңдар. Мұғалім болу үшін сендер реально бір затты түсіндіруді жақсы көру керексіңдер. Бір адамның зейінін аша алу керексіңдер. Яғни, былайша айтқанда, мұғалімдерде
дәрігерлерге қарағанда жауапкершілік өте жоғары. Ойлаңдаршы, менің қолымнан, пробию мектебінен мен мұғалім ретінде қаншама мың адам жыл сайын оқып шығады. И ол әр оқушының жүрегінде өзіне деген, егер де мен мамандығына, пәнге деген махаббат оята алсам, кейін ол сол отпен, сол тәрбиемен қанша мұғалім шығады, и қаншама дәрігер шығады деген сияқты да. Сондықтан да мұғалім ол ұлтты тәрбиелейді. Бізге көп нәрсе байланысты. Мысалға, менің де өмірімде болған, когда мұғалімдер мені төмендетті, мен мотивациямды сындырды, мені тұлға ретінде сындыруға тырысты. Неужели сендер осындай мұғалім болғыларың келеді? Ол қандай мұғалімдер? Олар бақытсыз мұғалімдер. Оларға өздерінің жұмыстары ұнамайды, оларға тапқан табыстары ұнамайды деген сияқты да. Лучше, чем срываться оқушыларға, бұл пәнді максимум жақсы көріп ізденіңдер. Мұғалім болсын, дәрігер болсын, бұл мамандықта сендер әрдайым іздену керексіңдер. Жылда бір зат өзгереді, жылда баланың психологиясы өзгереді, сен өзгересің. Так что бұл мамандықтарда именно ізденуді тоқтатпау керек. Үшінші мамандықтардың тізімі ол бізде ғылыми биологиялық мамандықтар болып табылмақ. Яғни биология ғылым саласында өте үлкен орынды алады. Ойлаңдаршы, биологияның арқасында, также басқа ғылымдар тәрізді, біз қазіргі заманда тірі отырмыз. Прививкалардың арқасында, антисептиктердің арқасында, дәрілердің арқасында, органдардың трансплантациясының арқасында, микроскоптың арқасында, ғылымның арқасында біз осында тірі отырмыз. Яғни дәрігерлерге инструмент жасап беретін кісілер ол ғалымдар, ауруды зерттейтін адамдар ол ғалымдар. Яғни ғылым жайында сендер бір зат білесіңдер ма? Биологияда ғылымның саласы просто өте көп. Еместерге оқып берейін. Биоинженерия, микробиология, биотехнология, генетика, балық шаруашылық және өнеркәсіптік балық аулау, ғылыми биология, геоботаника, биомедицина, нейроғылым және де биофизика. Ойлаңдаршы, осылардың әрқайсысы жеке бір ғалым бола алады, және де ол кісілердің жұмысы осындай болып көрінеді. Яғни осындай болып көрінеді дегенім, ол кісілер постоянно лабораторияда отырады, постоянно эксперименттер жасайды, постоянно дәрілермен, компьютерлермен, неше түрлі аппараттармен жұмыс жасайды тағына, и бізге қажет заттар анықтап береді. Ол қандай заттар? Мысалға, биоинженерияны алайық. Инженер деген сөзді білесіңдер ма? Инженер дегеніміз, это когда осы тұрған зданияны картаға чертеждарын салып құрастырып береді. Ол осыншама этаж болады, осыншама терезе болады, вход мыяқта болады, туалет мыяқта болады деген сияқты. Қазіргі заманда біз любой тірі организмді оның ДНК-сынан бастап, ядросынан бастап, жасушасынан бастап с нуля құрастыра аламыз, немесе олардың гендерін өзгерте аламыз. Бұндай организмдерді бізде ГМО деп атайды, немесе генно модифицированный организм. Көп надан, сауатсыз адамдар ГМО дегенді естіген кезде немесе білместіктен, ол кетчуп майонездің сыртында тұрған зат қой, ол өте қатты зиян деп ойлайды. Но ГМОның арқасында қазіргі заманда адамдар түрі тұр. Мысалға, суыққа төзімсіз бидайды аламыз да, екінші бидайдың суыққа төзімді генін сойқа саламыз, и бидай бізде не болады? Суыққа төзімді бидай болады. Немесе аламыздағына жемісі аз бидайды аламыз да, который жемісін аз беретін, молекулалық деңгейде, ДНК-лық деңгейде біз аламыз да, жемісін көп беретін бидаймен будандастырамыз да, и жемісін көп беретін, и суыққа төзімді бидайды аламыз. Соның арқасында 8 миллиард адам қазіргі заманда, Құдай сақтасын, аштықтан соғысқа шыққан жоқ. Сол тәрізді әртүрлі прививкалар, әртүрлі өсімдіктермен жұмыс жасау, әртүрлі ауруларды анықтау, ковид, мысалы ковид кезінде мына бір микробиологтар, биотехнологтар, генетиктер қаншама жұмыс жасады. Сол вирустың генетикасын анықтап, оған қандай біз дәрі ойлап таба аламыз, қандай антитела, яғни антиденені ойлап таба аламыз деген сияқты көп жұмыстарды жүргізген. Яғни егер де сендер ғылым жолына түсетін болсыңдар, сендер құйрық басып отыра алатын адам болу керек. Сендерге биология өте қатты қызық болу керек. Адамды емдегілерің келсе емдемей қойыңдар. Балалармен жұмыс жасаларың келсе жұмыс жасамай қойыңдар. Но егер де сендерге биологияның әлемі реально қызық болатын болса, сендер спокойно ғылыммен айналысыңдар болады. Бесконечно қызықты биологиялық факттарды оқисыңдар, білесіңдер, лабораторияда жұмыс жасайсыңдар, аппараттармен жұмыс жасайсыңдар. Сендер само өмірдің сутін бірінші болып білетін боласыңдар. Вот так. И келесі біздегі мамандықтар, осы жаққа мен просто қосып кеттім, ол бізде химиялық мамандықтар. Мен жалпы өзім химик емеспін, но егер сендерге биология ұнамаса, сендер ғылыми химия немесе тағамдық химиялық технология, фармацевтикалық өндірік технологиясы деген сияқты химиялық препараттармен, химиялық өндірістерде жұмыс істейтін мамандықтармен айналыссаңдар болады.
Сонымен балапандар, мен сіздерге қысқа да нұсқа, әрине барлығын айтып бере алмадым. Биологиядағы мамандықтардың тізімі менде осындай: медициналық, ғылыми және де педагогикалық мамандықтар. Ал сендер қай маман иесі болғыларың келеді және де қай мамандық жайында көбірек білгілерің келеді, комментарийға жазып кетіңдер, бірге сырласамыз. Ал менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін, пожалуйста, колокольчикке бас қойыңдар, осы видеоға лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және де биология таңдайтын досыңа жіберіңдер. Келесі аптада кездескенше.